Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысы мен әрпі. Бұл сабақта сендер я әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында я әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Я әрпін көркем жазасың. Балалар, бүгін біз үлкен тарауды бастаймыз. Салт дәстүр және ауыз әдебиеті. Халық ауыз әдебиеті, мақал мәтелдер, төрт түлік жырлары, батырлар жыры, шешендік сөздер, аңыз, жаңылтпаштар, мысал, ертегі, жұмбақ. Аңыз кейіпкерлерінің бірі Алдар Көсе. Алдар Көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакер, зерделі қу. Алдар Көсе әлсіздердің жақтаушысы болған. Ол ел үстінен күн көруге машықтанған. Саудагерлер мен сараң байларды аямай алдап соғып келеке еткен. Балалар, мына жұмбаққа қарайықшы. Жұмбақ шешек. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Бұл не екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Қоян. Балалар, қоян деген сөзде қандай дыбыс әріп бізге таныс емес? Дұрыс айтасыңдар. Я дыбысы. Я дыбысы мен әрпі екен балалар. Я дыбысын айтқанда біздің құлағымызға екі дыбыс естілді. Яғни я дыбысы қосылуынан я дыбысы шықты. Бұл қосарланған дауысты дыбыс екен. Ендеше ол сөзді талдағанда екі дыбыс беретіндігін есімізден шығармаймыз. Арғарай дәптер бойынша жұмыс балалар. Барлығымыз дәптерімізді аламыз, 27-ші бетті ашамыз. Я дыбысына берілген жазу үлгілері тұр екен балалар. Үлкен я дыбысы және кіші я дыбысы. Қарамен жазылған сөздер бар екен балалар. Осы сөздердің барлығын дәптерімізге орындаймыз. Кері байланыс жіберуді ұмытпаймыз балалар. Сонымен бүгінгі біздің сауат ашу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.